Баршаңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге тәтті тізім каналы. Бүгін мен сіздерге қысқа дайын болатын жүгерінің рецебімен бөлісетін боламын. Қысқа өздеріңіз салат жасасаңыздар да немесе осы күйінде жесеңіздер де өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді достар, жүгерімізді жабуға кірісеміз. Ең алдымен бізге шикі жүгері қажет болады. Шикі жүгеріні жақсылап жуып тазалап аламыз және де басын кесіп тастаймыз. Енді достар, менде 2 литрлік банкіге 4 жүгеріден сыйды. Егер сіздерде 3 литрлік банкі болса, соған жасасаңыздар болады. Енді 1 қасық шекерменен 2 қасық тұз саламыз үстіне. Және қайнап тұрған суымызды үстіне құямыз. Және булаған қаппағымызды болғаннан кейін бірденен қаппағын жабатын боламыз. Қаппағын жабамыз және де қайнап тұрған кастрөлімізге мата төсеп, енді оны 20 минут қайнататын боламыз. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі қызыл батырма подписация батырмасын басып, каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Достар, мінекей банкамызда дайын болды. Енді закрывашканы алып, қаппағын жабамыз. Жауып болғаннан кейін банкамызды сүлгінің үстіне жатқызып, былай домалатып алатын боламыз. Себебі ішіндегі шекер, тұзы еру керек болады. Мінекей дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Достар, келесі видеомды жіберіп алмаңыздар, себебі бұдан да қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Және де подписация батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.